Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня вместе с вами методист отдела образования Наурзумского района Амиргалиева Амина Ихтихатовна, наши коллеги Жамбылской общеобразовательной школы отдела образования Наурзумского района поделятся сегодня своими педагогическими опытами. Сегодня у нас 5 докладчиков. Тема сегодняшнего нашего вебинара дарынды балалардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыруда пайдаланылатын әдістер мен тәсілдер. Докладчиками у нас являются учитель русского языка и литературы Абдикенова Нургуль Наурзбаевна с темой «Личностно ориентированное обучение как одно из форм повышения функциональной грамотности у одаренных детей». Мектеп психологының дарынды оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастыруда әдіс тәсілдерінің тиімді жолдары атты тақырыппен мектеп педагог психологы Буртаева Әсел Хамидбековна сөз сөйлейді. Жаратылыстану бағытындағы пәндерде оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытудың маңыздылығы атты тақырыбымен химия пәні мұғалімі Найдарова Зауреш Мейрамхановна сөз сөйлейді. Және де тарих пәнін оқытуда оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытудың әдіс тәсілдері атты тақырыбымен тарих пәні мұғалімі Асхат Қазбек Абайұлы сөз сөйлейді. Итак, первое слово предоставляется учителю русского языка и литературы Абдикеновой Нургуль Наурзбаевны. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Абдикенова Нургуль Наурзбаевна. Я учитель русского языка и литературы. Работаю замом общеобразовательной школы. Тема моего доклада – личностно-ориентированное обучение как одна из форм повышения функциональной грамотности у одаренных детей. Задача сегодняшнего дня – создание условий, в которых каждый школьник может повысить читательскую грамотность, проявить свои таланты, реализовать творческий потенциал, способность свободно использовать навыки чтения и письма в целях получения информации из текста. Цель личностно-ориентированного обучения – заложить в ребенке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты и самовоспитания. Создать условия для максимального развития и уверенности ребенка в своих силах. Развить интерес, а не давать готовые знания. Принципы такого обучения – это ребенок, субъект, равноправный партнер, уважение к личности ребенка, учет особенностей индивидуального развития. Метод – это путь, то есть способ продвижения к истине. Да? Выбор метода обучения зависит от целей и задач, соответствия закономерностями и принципам обучения содержанию, условий обучения, уровня знаний, умений, навыков учащихся. Далее, возрастных особенностей учащихся, индивидуальных особенностей и способностей учащихся. Личностный подход, он предполагает от учителя создавать в классе атмосферу хорошего настроения, так как урок является основным элементом образовательного процесса. Но в системе личностно-ориентированного обучения меняется его функция, его форма организации. К нему предъявляется ряд особых требований, которым я стараюсь следовать. На уроках важно создать атмосферу доброжелательности, сотрудничества, заинтересованности каждого ученика в работе класса, положительный эмоциональный настрой на работу в течение всего урока. Без доброго отношения учителя к ученику и без ободрения не родится на уроке общения, а без общения нет воспитания, то есть нет грамотного ученика. Главным принципом личностного ориентированного урока является формирование учащихся системы знаний на основе ранее приобретенных знаний, умений и навыков, которые они приобрели. Наиболее эффективными для развития функциональной грамотности является работа в группах, парах, ролевые, деловые игры, метод проектов. Для эффективного формирования функциональной грамотности применимы коммуникативные, творческие, игровые методы. Специально подобранные упражнения, тексты, индивидуальные домашние задания способствовали развитию речевой и письменной деятельности. Конечно, я использую основные идеи личностно-ориентированного обучения
на отдельных этапах урока. В рамках личностно-ориентированного обучения как самостоятельной технологии можно выделить разноуровневое обучение, коллективное взаимообучение, модульное обучение, технологии проектного метода, игровые и информационно-коммуникативные технологии, метод сотрудничества. В своей работе активно использую такие методы, как метод проектов, метод СТЭМ, метод система блоков и опорных карточек и дискуссионный метод. Лично ориентированный урок представляет серьезные требования к учителю. Ведь такой урок позволяет не только ярко проявить себя ученику, но и педагогу. Стараюсь всей своей работой поддержать учащихся, помочь им добрым советом в трудную минуту, или же порадоваться за них, даже если это небольшие победы. Целью применения личностного ориентированного подхода на уроках русского языка является развитие личности обучающегося, его индивидуальности и неповторимости. В процессе обучения учитываются ограниченные возможности ребенка, его ценностные ориентации, структура его убеждений. Плюсы педагогического опыта – это повышение качества знаний учащихся, успешность учебной деятельности, формирование личностного смысла ученика, эмоциональное благополучие ребенка в классе, укрепление у школьников в классе оптимистического восприятия жизни, труда, в первую очередь учебного, конечно. Успешно решать задачи создания необходимых условий для развития личности ребенка позволяет модель учения как любовь, любопытство, любознательность и трудолюбие. Данная модель, она влияет на повышение функциональной грамотности учащихся. Сейчас я остановлюсь на методах, обеспечивающих создание на уроке личностно-ориентированной ситуации, формирующие функциональную грамотность учащихся. Это первый метод дискуссии. То есть работа учителя заключается в том, чтобы научить детей правильно и красиво говорить. Речь должна быть богатой, образной, выразительной, насыщенной. Очень важно использовать на уроке обратную связь. Причем не просто спросить сказанное, а задавать вопросы на логику, сообразительность. Например, как по-другому можно сказать, а что чувствует в этот момент герой из прочитанного, например, рассказа или текста. Также организована работа в парах, где ученики по выделенному абзацу текста по очереди спрашивают друг друга. После вопроса следует ответ, который заканчивается вопросительным предложением. То есть они обращаются к другому ученику, к своему напарнику. А что ты мог добавить? Каково твое мнение? Что ты думаешь? Предоставляю детям возможность оценить друг друга в разных видах деятельности. Важно научить учащихся использовать речевые обороты. Это как «по-моему», «я считаю», «я думаю», «мне кажется». Я полагаю, что учащиеся должны научиться мыслить, рассуждать, анализировать, видеть проблему и находить способы для поиска ее решения. Проводя учебные занятия, то есть нужно следовать принципам самоактуализации, индивидуальности, субъективности, выбора, творчества и успеха, веры, доверия, надежды, поддержки. Только таким образом формируется функциональная грамотность у учащихся. Ну и что дает дискуссионные методы в обучении? То есть они повышают функциональную грамотность, развивают субъективную активность, повышают мотивацию включения в учебный процесс. Ну, обычно мы проводим с детьми на уроках дебаты. Ну, здесь на слайде дебатная тема «Нужен ли русский язык» в 10 классе. А в современном мире русский язык. Также я провожу конкурс чтецов среди пятых, старших классов, среднее звено. Также мои дети, мои учащиеся участвуют в областном конкурсе чтения «Ктавасыл казна». Кайжанова Жансая, она является призером областным, и в связи с этим ей дали задание, чтобы она составила видеоролик.
сейчас вашему вниманию видеоролик. Кавказский пленник. Рассказ великого русского писателя Льва Николаевича Толстого, основанный на реальных событиях. Его сюжет не устарел сегодня. Тема стойкости, мужества, веры в себя, вопросы дружбы, преданности и милосердия волнуют человеческие сердца во все времена. В рассказе «Кавказский пленник» мы узнаем историю двух русских офицеров, оказавшихся в татарском плену. Мне это произведение понравилось тем, что он событиями, которые происходили с главным героем, учит бороться в жизни, и при его прочтении теряет силы и энергию для этой борьбы. Всем советую обязательно прочитать эту книгу. Читая эту книгу, вы учтете и поймете многое. Всем спасибо за внимание. Следующий метод – это метод проекта. Проектная деятельность – это одно из направлений личностно ориентированного обучения. Она влияет на повышение функциональной грамотности. Педагог, он учит добывать знания самостоятельно, потому что он считает, что, во-первых, добытые знания, они намного прочнее и остаются в сознании дольше. Во-вторых, они развивают познавательные навыки учащихся. В-третьих, метод опирается на технологии, позволяющие обеспечить общее развитие личности ребенка и повысить его функциональную грамотность. Использование исследовательских методов имеет предусматривающие последующие действия. Это определение проблемы, вытекающей из нее задачи исследования. Это там используем, например, методы мозговой шторм, круглого стола, выдвижение гипотез и их решения, обсуждение способов оформления конечных результатов. Там уже идет презентации, защита, творческие отчеты, просмотры. Далее идет сбор, систематизация и анализ полученных данных, подведение итогов оформления результатов, их презентации, выводы, выдвижение новых проблем исследований. Результаты проектной деятельности отражаются в портфолио учащихся. Особенно создание нравится видеоролика, да, вы только что посмотрели. Что дает этот проект? Он повышает функциональную грамотность, формирует у учащихся навыки исследовательской компетенции. Также дети участвуют в дистанционной олимпиаде. Здесь конкурс у меня Адай Бекарас участвовал в районном конкурсе чтецов «Живое слово». И в номинации «Артистизм» он получил грамоту. Ну, что дают методы проекта? Вот, я говорила уже. То есть у меня участвовала в прошлом году Алтынтаева Дильназ и взяла 3-е место. В районе 3-е место, а в области сертификат за участие. Второй областной конкурс научно-исследовательских работ, учащихся по изучению наследия Андрея Алтынсарина, посвященный 180-летию педагога-просветителя. Была онлайн-конференция, участвовала ученица 9 класса Танат Алина. Получил сертификат. Следующее, в этом году участвовала Танат Алина. Роль Андрея Алтынсарина в формировании образовательного пространства Казахстана. Получила 2-е место. Так. Система блоков и опорных карточек следующая у нас. Они кодируют большой текстовый материал, понимая его, придумывают способы наилучшего запоминания. Все это влияет на повышение функциональной грамотности. Мы знаем, что знание теории и грамматики по русскому языку она обеспечивает прочное усвоение материала, а для этого надо конкретно понять, усвоить и запомнить. Что дает усвоение опорных карточек? Она повышает функциональную грамотность, способствует прочному запоминанию, развивает умение логической мысли, позволяет сгруппировать некоторый программный материал и метод творческого самовыражения.
Применяю прием эссе по цепочке, прием разминка, провожу рефлексии, вот здесь на слайде «Все в твоих руках», выполняю листа самооценивания, взаимооценивания. Вот работаю детей на уроках, то есть виде кластера, постера, защита кластера, постера, оценивание, дидактические игры, домики и живая и мертвая вода. Когда проходит состав слова. И дальше. Виды самооценивания, прием работ как плюс-минус, так молчанка, верное и неверное утверждение, работа с текстами, там готовы вопросы, карточек, в виде карточек, знаю, хочу, умею. Дальше данные работа с текстом с таблицами, то есть части речи, они выписывают служебные и самостоятельные части речи. Ну и дополнительные задания, тоже карточки. Использую всегда на уроках видеоролики, презентации. Далее. Применяю задания из авторской работы на уроке. Вижу там разноуровневые задания, исследовательские задания. Так, дальше использую конструктор. Также на уроках, особенно в старших классах, использую такие тесты, созданные в конструкторах тестов онлайн, TestPad и Google формы. Ребята проходят пособие, выполняют задание, идет самопроверка. То есть ребята, они узнают сразу свой результат. А для учителя выходит мониторинг активности детей. Плюс в том, что это онлайн-формат, результативность, и в любое время можно его использовать. Также можно его использовать не только по русскому языку, но и по литературе, например. Пришли Александр Сергеевич Пушкин, можно тест составить. Дети дома выполнят его. Также применяю стратегии мозговой штурм, ассоциации, работы в группах. И здесь применяю дискуссионный метод. Так, метод эссе. Метод эссе я останавливаться много не буду. В эссе каждый учащийся выражает свое понимание проблемы, высказывает свою точку зрения, ориентируясь на литературное произведение, на свой имеющий жизненный опыт, на знание классики. Что дает метод эссе? Он выражает свою точку зрения и аргументирует ее, приводя доказательства, способствует свободному мышлению личности, способствует тому, что проявляются исследовательские творческие навыки. Если, например, возьмем произведение «Бесприданница» Александра Николаевича Островского, там идет выбор между любовью и деньгами. Главная героиня пьесы, Лариса Гудалова, она благодарит жениха, что он спас от позора, спас ее душу. Жених, он простой чиновник, он не смог защитить ни себя, ни Ларису, и все посмеялись над ним. То есть здесь уже напрашиваются вопросы к размышлению. Что особенно меня поразило в пьесе? Чем взволновала меня пьеса? Или же мои мысли после ее прочтения «Бесприданницы»? Эти вопросы подталкивают к написанию эссе. Ну и если они пишут эссе, там же можно использовать, автоматически перейти к русскому языку. Да? При написании эссе использовать сложное предложение, вводные слова, соблюдение как раз-таки знаков препинания в сложных предложениях. Также на уроках, особенно старших классов, использую метод эссе. Дальше. Таким образом, технология. Главной задачей педагога является подготовка учащихся к олимпиадам, создание развивающей творческой образовательной среды, которая бы способствовала максимальной реализации способностей одаренных детей. А для этого надо развивать инновационное и критическое мышление учащихся. Второе место – это областной этап. Второе место и первое место в республиканской олимпиаде для 5-6 класса. Республиканский этап. Также провожу внеклассные мероприятия. Лично ориентированное обучение, что позволяет? Позволяет построить учебный процесс с учетом личностных особенностей каждого учащегося, создать условия для самостоятельного управления ходом обучения, создать условия для систематического контроля, то есть рефлексии, да, отследить динамику, учесть уровень обучаемости и обученности практически каждого учащегося, дифференцировать и индивидуализировать учебный процесс,
развить их познавательные способности, активизировать творческую деятельность и повысить мотивационность учащихся к обучению. Ну, вывод – это технология личностного ориентированного обучения играет важную роль в системе образования. Выше рассмотренные методы приема обучения нацеливают деятельность каждого учителя на повышение функциональной грамотности учащихся, на поддержку познавательного интереса своих учеников, учащихся, на поддержку формирования потребностей и способностей личности к саморазвитию, создание максимальных условий к перерастанию потенциальной одаренности в развившуюся. Большое спасибо за внимание. Спасибо, Анна Жвальевна. Скажите, пожалуйста, а ваши дети, можно вопрос задать? Скажите, а ваши дети любят читать вообще, или вы их заставляете? Нет, мои дети любят читать. Ну, есть, конечно, дети, которые не любят читать. Не все дети одинаковые. Большинство любит, да? Большинство любит, да. А вот скажите, вот раньше практиковался вот прием, да, внеклассного чтения, уроки внеклассного чтения были, на лето давали дополнительную литературу для чтения. Вы практикуете такие вот формы работы? Можно еще раз, я вас не услышала. Раньше, говорю, проводились именно отдельные еще уроки внеклассного чтения в школах. Да. И плюс, допустим, на лето давался список литературы для чтения. Внеклассно. Не обязательно это были программные произведения, чтобы дети знакомились, расширяли свой кругозор. Практикуете ли вы такие формы работы? Да, мы на лето даем задания, чтобы они прочитали конкретно. Но дети некоторые читают, некоторые нет. Ну, допустим, вы к этому списку литературы, который на лето даете, вы возвращаетесь в начале учебного года, чтобы как-то оттолкнуть? Да, мы их обсуждаем, пишем сочинения. Спасибо большое. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің аты жөнім Буртаева Сейтмұратбекқызы, мен Жамбыл жалпы білім беру мектебінің мектеп психологымын. Бүгінгі баяндамамның тақырыбы мектеп психологының дарынды оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы әдіс-тәсілдерінің тиімді жолдары. Ұлы ұстаз Абайдың адам аттамадан туғанда есті болып тумайды, есті көріп, ұстап тартып ескерсе, дүниедегі жақсы жаман панелдағы сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады деген дана сөздерінен адам табиғатының болмысы мен танымының қалыптасуының өзі осы ізбез жүретінін байқауға болады. Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығы дегеніміз оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамыту, алған білімін сыныптан тыс жерде кез келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ету. Бүгінгі таңда педагогтар қауымының алдында аса маңызды және жауапкершілік үлкен міндеттер белгіленді. Уақыт талабына сай өмір сүру үшін бәсекелестік күшейген кезде жалпы білім беру жүйесінде сапалы білім алудың қажеттілігі үдемелі артуда. Оқыту үрдісінде қазіргі заман талабына сай технологиялар мен әдістемелерді енгізу, ғылым мен техника жетістіктерін пайдалану, этнопедагогиканың озық үлгілерін қайта жаңғыртып қолдану, педагог маманының сапасын көтеру, оқушылардың функционалдық сауаттылығын көтерумен қатар тәрбие жұмысын жақсарту күн тәртібінен түспейтін мәселеге айналды. Біздің еліміздің негізгі тірегі зияткерлік ұлт мүмкіндігі. Сондықтан да біздің балаларымыздың сапалы білім алуы маңызды. Оқушылардың мектепте алған білім қоғамдық әлеуметтік ортада пайдалануға икемдеу, олардың функционалдық сауаттылығын арттыру арқылы еліміздегі білім мен ғылым дамыту мәселелеріне басымдық берілуі тиіс. Дарынды баланың интеллектуалдық қуаты мемлекеттің баға жетпес резерві болып табылады. Сондықтан бала бойындағы дарындылықты анықтай отырып, қамқорлыққа алу баршамызға ортақ, яғни бүкіл халықтық шара екендігі даусыз. Өйткені тума дарындар қай кезде де, қандай қоғамда да іздесе таптырмайтын ұлттық рухани байлық болып табылады. Дарынды балалардың интеллектуалдық және эмоциялық жағынан дамуындағы алшақтық көп жағдайда қақтығыс туғызады. Балада тек өзіндік дарындылықты ғана дамытпай, жеке адам ретінде оның эмоциялық, интеллектуалдық, көркемдік және әлеуметтік қабілеттерін дамытуды есепке алу қажет. Әрбір оқушының танымдық әрекеті, өмірі, еркін мінез-құлқының тек өзіне тән ерекшелігінің болуы әрқайсысы жеке өзіне көңіл бөлгенін талап етеді. Әлемдік білім беру кеңістігінің негізінде дарынды балаларды анықтай отырып, оларға әлеуметтік тұрғыда қолдау жасап, психологиялық денсаулығын сақтап, шығармашылық және интеллектуалдық мүмкіндіктердің дамуына жол ашу, дарынды балалардың өзін-өзі танып, біліп, өзін-өзі дамытуға мүмкіндік тудыратын оқуға арналған кеңістік құру, оқушылардың шығармашылық өмірінде дарындылықтарын дамытуға барлық жағдайлар жасау, бала үшін тиімді, жанына жайлы жеке жол таңдауға көмек беру, балаға ыңғайлы, жақын, эмоционалды орта құру қажет.
Егер де оқушыларда белсенділік интерактивті формада, яғни тренингтер арқылы терең білімді қалыптастыратын әдістерді қолданып оқытатын болса, онда оқушылардың білімі сапалылығымен ерекшеленіп, жоғары деңгейлерге жетіп, болашақта жан-жақты дамыған, функционалды сауатты жас мамандар болуы ықтимал. Дарынды оқушылардың функционалды сауаттылығын қалыптастыруда мынадай ерекшеліктерді ескеру қажет. Яғни оқушының бойындағы ерекше зейінділігі мен таным аясының кеңдігі, күрделі ақыл ой жұмысына деген ұмтылысы, логикалық ойлау қабілеті, қиял мен шығармашылық ойдың жоғарылығы, сөздік қорының молдығы, табандылығы, жинақылығы, еңбексүйгіштігі және тағы басқалары. Осы мектеп психологтары мен ұстаздар қауымы әр баланың дарындылығын ескере отыра, өзіндік жеке тәрбие беру мен қоршаған қоғамға бейімдеу қажет. Сонымен қатар, ата-ана мен мектеп тарапынан арнайы ыңғайлы психологиялық ортаны құрылуы да аса маңызды. Психологиялық тренинг отбасылық қатынас түзету тәжірибесінде жасөспірімдерді бейімдеуде де өзінің жақсы жағынан көрсетті. Күннен күнге қарым-қатынас пен өмір ойын тәрізді қарастырылады. Біз ойын арқылы ақиқатты танып білеміз. Тек ойын арқылы ғана адам жеке креативті жағдайда дамиды және өз әлеуетін барынша көп пайдалана алады. Ойын барысында жеке адам өзін және басқаларды танып біледі. Тек ойын қарым-қатынас жасауға мүмкіндік береді. Тренингтің дәстүрлі оқытудан өзгешелігі ол негізін қалаушы принциптердің болуы. Психолог осыны ұстануды қажет. Тренинг дәстүрлі оқытудың әдістерінен, яғни лекция, семинар, көркем әдебиеттерді оқудан айырмашылығы сапа жағынан принциптердің жүйелі түрде жүзеге асырылуы болып табылады. Дарынды оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуда балаларды оқыту мен тәрбие процесіне маңызды фактор ол ата-ананың белсенді рөлі. Отбасы тәрбиесіне функционалдық сауаттылық, ата-аналардың саналылығы, тәрбиенің бірізділігі, отбасы құрылымы, отбасының жіктелуі, құқық, заң, құқықтық тәрбие, тәрбиенің ауытқуы, әлеуметтену, сауықтыру, отбасы мәдениетінде жатады. Міне, сондықтан мектеп психологы ата-аналарға арналған сауалнамалар, тесттер алып, баяндамалар оқып, жаднамалар таратып тұрады. Отбасы бала бойындағы балық кезінен адамгершілік құндылықтары, парасатты және тиімді өмір дағдыларын құру бағыттылығын қалыптастырады. Сабақ беру үйреншікті әдіс емес, жай ғана шеберлік емес, ол жаңадан жаңа табатын өнер деген екен Жүсіпбек Аймауытов. Сөзімнің қорытындысы ретінде қазіргі таңда оқушыларға саналы тәрбие мен сапалы білім беру ісін жаңа талап тұрғысынан өзгертіп, оқыту тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыруға міндеттіміз. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, скажите, пожалуйста, вот вы про тренинги упомянули. Скажите, вот у каждого психолога, наверное, у нас уже много выступало психологов в других регионах, какие у вас есть фишки, какими методиками, какие тренинги чаще всего вы проводите вот именно при работе с одаренными детьми, ну вообще с учащимися вашей школы? Қазақша сөйлеуге болады. Дарынды бала әрқашан барлық балалардан өзгешеленіп ерекшеленіп тұрады. Қандай тренингті алмасақ та, ол өзінің сөйлеу қабілеттілігімен, шеберлігімен, ойлау үрдісінің жоғарылығымен әрбір ситуацияны шешіп тұрады. Тренингтердің саны көп, сапасы көп, бірақ мен өзім көбінесе қолданылатыным жаңағы ыстық үстел, жаңағы ситуациялық сұрақтар, жағдаяттар тастаған кезінде балалар шешімін жан-жақты ойластыру арқылы шешіп тұрады. Дарынды балалардың ерекшелігі сода. Соған қарай отырып, басқа топта отырған басқа оқушылар тырмысады, алдыға қарата ұмтылады. Олардың көзқарастары дарынды оқушылардың басқа оқушылардан әрқашанда өзгеше ерекшеленіп тұрады. Жаңағы ситуацияны, мысалы мен ситуациялық вопроста сұрақтар бергенде тастағанда ортаға дарынды оқушылар оның жолын жан-жақты шешеді. Ситуацияны бірнеше жолда қарастыра алады. Ал жай қарапайым оқушылар, олар тек қана ойына қандай ой келді, ситуацияны қысқаша дәл сол сұрақтың мағынасында көлемінде ғана шешуге тырысады. Ал дарынды оқушылардың ерекшелігі жаңағы ситуацияны қазіргі таңдағы процесті және өзінің бойындағы қабілетін ерекшелендіріп, сөздік қорының молдығымен топқа жеткізе біледі. Сонысымен ерекшеленеді маған. Рахмет. Скажите, а родители к вам обращаются вот за помощью, за консультациями, за рекомендациями, вот именно вот? Родители, міндетті түрде ата-аналар бізге өздерінің сұрақтарын қояды, мысалы оқу процесі жөнінде, дарынды балалар дамыту жөнінде. Көбінесе дарынды оқушылардың ата-аналары оқушысы, баласы бір конкурстарға қатысардың алдында келеді психологтарға. Баламызды дайындап жіберіңізші, кішкене қолдап жіберіңізші, өзіне сенімділігін арттырып жіберіңізші, кішкене
деген сияқты. Сол кезде біз осындай сәттерді пайдаланып баланың бойындағы тағы да бір ерекше қырларын ашуға, мысалы сенің мүмкіндігің әлі үлкен, жоғары, жолдары жаңағы тек қана бұл конкурс арқылы жаңағы баланың сенімділігі не болып тұрады ғой, осы конкурста жеңем ба, арқата әлде менің жобам арқата жүзеге аса ма деген сияқты баланың бойында бала болғасын кішкене өзінде сенімсіздік болып тұрады. Сол кезде біз ата-анаға да балаға да өзіміздің қолымыздан келетін кеңестерімізді айтып, түсіндіріп, қолдау көрсетеміз. Рахмет. Спасибо большое. Сіздерге Жамбыл жалпы білім беретін мектебінің химия пәні мұғалімі Минадарова Заудешина ханым. Жаратылыстану бағытындағы пәндерде оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытудың маңыздылығы. Функционалдық сауаттылық бұл өмір бойы үнемі алынған барлық білім мен дағдыларды пайдалану мүмкіндігі адамның. Яғни функционалдық сауаттылық ол тек мектепте ғана емес, белгілі бір сабақтарда ғана емес, сонымен қатар өмір бойы қалыптасады. Алған білімді қайта өңдеу, түсіндіру, содан кейін нақты өмірлік жағдайларда қолдана білу қабілеті. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуда оқу бағдарламасындағы әрбір пәннің рөлі зор. Оқу пәндерінде оқушылар алған білімдерін өмірде қолдануға болатынын түсінген кезде, олардың оқуға деген меңгерген білімдерін шығармашылықпен пайдалануға болатынын түсінген кезде, ішкі мотивациясы арта түседі. Оқушылар өздерінің оқуға деген қабілетін оң бағалап, сәтсіздіктеріне өмірлік тәжірибе ретінде қараса, бұл олардың креативтілікке бейім екендігін көрсетеді. Креативті ойлауы жоқ оқушының функционалдық сауаттылығы, оның дербестігін және болашақ өмірге дайындығын көрсете алмайды. Осыған орай, өзім сабақ беретін химия сабақтарында оқушыларымның зерттеу, түсіну және ойлау дағдыларын қалыптастыру, тек қалыптастырып қана қоймай, дамытуда халықаралық зерттеулер негізінде ұйымдастырылған курстар, семинарлардан өтіп, оқытудың жаңа бағытынан білімді ұштағаным көп көмектесуде. Оған даяр ретінде сабақтарында қолданып жүрген, курстан өту кезінде әдістемелік көмек ретінде берілген әдістемелік құралдар, арнайы тапсырмалар жинақтары, сонымен қатар әріптестермен бірлесе құрастырған мәтін бойынша тапсырмаларды мысал етуге болады. Және де арнайы тренажер сайттарын, өзім құрастырған тапсырмаларды сабақтарында пайдаланамын. Осы тұста назарларыңызға өзім құрастырған оқушының функционалдық сауаттылығын арттыруға арналған бір тапсырманы мысал ретінде ұсынғым келеді. Яғни химия 7-ші сынып, ұзақ мерзімді жоспар бөлімі ауа жану реакциясы. Сабақтың тақырыбы жану үдерісі, нөмір 2-ші практикалық жұмыс, күкірттің, фосфордың, темірдің ауада және оттекте жануын салыстыру. Осы сабақтағы затты жағуға қажетті жағдайларды және жану реакциясының өнімдерін білу деген оқу мақсатына арналған тапсырма. Яғни оқушы мәтінмен танысады, оқиды танысады. Бірінші сұрақ, жану реакциясы басталу үшін қажетті емес жағдайды көрсетіңіз. Яғни жағдаят типі жану үдерісі бұл бір дұрыс жауапты таңдау үшін арналған тапсырма форматы. Екінші тапсырмада оқушыларға бірнеше тұжырым ұсынылады. Оқушылар я жоқ жауаптарын белгілеу арқылы тапсырманы орындайды. Бұл еркін құрылымды кешенді таңдауы бар форматындағы тапсырманың мысалы. Үшінші және төртінші тапсырмалар бұл жерде оқушылардың еркін құрылымды ашық жауапты форматындағы тапсырмаларды орындауға берілген мысал. Яғни оқушы мәтінді оқып, танысып, суретке назар аударады, содан кейін берілген сұрақтарды өзінің дәлелдерінен орындайды, яғни жауап береді. Енді оқушылардың функционалды сауаттылығын, креативті ойлауын дамытуға мүмкіндік беретін қазіргі кезде жаңашыл әдіс тәсілдер де көп. Мысалы ретінде өзім сабақтарда пайдаланатын Фокс формуласы, Цицерон алгоритмі, жаңағы түрлі индуктор, идеал әдістерін айтуға болады. Сонымен қатар оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруда әрине химия сабақтарында химиялық эксперименттің маңызы зор. Практикалық сабақтарда теория мен практиканың байланысын күшейту, өз мазмұнын өз бетінше жұмыс істеуді көбейту, оқу жұмысының зерттеушілік сипатына ерекше көңіл бөлу, оқыту мазмұнын практикамен, адамның күнделікті тіршілігімен, техникамен байланысын нығайту арқылы мақсатымызға қол жеткіземіз. Эксперимент жұмыстары практикалық сабақтарда, жаңағы лабораториялық жұмыстарда, сыныптан тыс іс-шараларда жүргізіледі. Сонымен қатар мен өз сабақтарында интеграциялық
технологияны, яғни пәндерді пәнаралық байланысты орната отырып оқытуға да мән беремін. Яғни өз пәнімізде белгілі бір пән аясында алған білімі мен дағдыларын басқа пәндерге де қолдана білуіне бағыттауымыз керек. Осы тұста жаңағы кіріктіре оқыту технологиясының маңызы зор. Кіріктірілген сабақтар оқушыға әлем туралы, заттар мен құбылыстардың өзара байланыстары туралы біртұтас мағлұмат береді. Олар құрылысы бойынша белгілі қалыпқа сыймайды. Сондай-ақ оқу сағаттарын барынша үнемді пайдалануға мүмкіндік береді. Келесі сабақ жаңағы мен пайдаланатын әдістер ол оқу сабақтарында болсын, сыныптан тыс іс-әрекеттерде болсын, оқушының танымдық белсенділігін арттыруға, креативті ойлауға, алынған ақпаратты талдауға, жинақтауға, қорытындылауға және өз қызметінде пайдалана отырып нәтиже шығаруға деген қабілеттілігін дамытатын ол зерттеушілік оқыту технологиясы. Яғни сыныптан тыс іс-әрекеттерде ол зерттеушілік және шығармашылық жобалар, олимпиадалар, конференциялар, пәндер бойынша кештер, байқауларды ұйымдастыруды жатқыза аламыз. Ал енді оқушылардың бойында қандай білік дағдылар жаратылыстану ғылыми сауаттылығын анықтайды деген сауалға келетін болса, ол мынандай пәндік нәтижелер. Пәнге қатысты жаратылыстану ғылыми түсініктер мен терминдерді, заңдар мен әдіс-тәсілдерді білу, жаратылыстану ғылыми пәндер бойынша зертханалық құрал-жабдықтарды, табиғат құбылыстарын, процестер мен нысандарды білу, қоршаған орта нысандарын жай-күйін бағалай білу, қоршаған ортаға антропогендік, яғни адамзаттың іс-әрекеті әсерінің жақын болашақтағы салдарларын болжау, экологиялық жағдайды талдау, оның себептері мен экологиялық салдарларын анықтау. Сөзімді қорытындылай келе, функционалдық сауаттылық бүгінгі таңда жеке тұлғаның негізгі білімі болып табылады. Яғни біз сіздермен функционалды сауатты тұлға тәрбиелеудеміз. Яғни біз сіздермен тәуелсіз адам, тануға құштар адам, адамдар арасында өмір сүре білетін адамды тәрбиелеудеміз. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса жауап береді. Қайырлы құрметті тыңдаушылар, менің аты жөнім Асхат Қазбек Абайұлы, Наурызым ауданы Жамбыл жалпы білім беретін мектебінің тарих пәнінің мұғалімі. Бүгінгі беріліп отырған тақырыпқа сәйкес, менің алып отырған тақырыбым Қазақстан тарихы пәні бойынша оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттырудың тиімді әдіс тәсілдері. Оқытуда инновациялық әдістер, заманауи білімділік және ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру. Функционалдық сауаттылықты қалыптастыру, заман талабына сай өскелең ұрпақты өмірге бейімділігі, халықаралық стандарт деңгейінде сапалы білім мен тәрбие алуының негізгі құралы. Негізгісі оқушыларды мектеп бітіргеннен кейін өмірге бейім етіп, алған білімін өмірде кез келген жағдайда қажетті жерде оңтайлы қолданып, тұлға ретінде оқыту болып отыр. Тарих және қоғамтану сабақтарына оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру тетіктерін зерттеу арқылы, озық технологияларды тиімді пайдалану арқылы сапалы білім беру өмірге бейім тұлғаны қалыптастыру болып есептеледі. Сын тұрғысынан ойлауды дамытуды, тарих пәнін оқытуда қолдану және ол арқылы оқушы білімін тереңдетіп, оқушының сабақты шығармашылық ізденіспен меңгеруіне септігін тигізу болып отыр. Олай болса, өзімнің негізгі тақырыбыма өтпес бұрын сіздермен ең алдымен функционалдық сауаттылығымыз дегенімізіне осыған тоқталайық. Функционалдық сауаттылық дегеніміз адамдардың әлеуметтік, мәдени, саяси және экономикалық қызметтерге белсене араласуы, жаһандану дәуіріндегі заман ағымына жасына қарамай ілесе отыруы, үнемі білімін жетілдіріп отыру. Ол адамның сыртқы ортамен қарым-қатынасқа түсе алу қабілеті және сол ортаға барынша тез бейімделе алу мен қарым-қатынас жасай алу деңгейінің жиынтығы болып есептеледі. Функционалдық сауаттылық тұлғаның белгілі бір мәдени ортада өмір сүру үшін қажетті деп саналатын және оның әлеуметтік қарым-қатынас жасауын қамтамасыз ететін білік дағдыларының жиынтығынан құралады. Яғни, бұл тұста оқушы алған білімін тек қана өзінде ғана сақтап қана қоймай, оны кез келген уақытта пайдаланып, өмірмен байланыстыра алуы қажет. Болашақ азамат өз ұлтының асыл мұрасымен сусындау арқылы туған халқының тарихымен, мәдениетімен жекеге танысып, білімін кеңейтеді. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуда оқу бағдарламасының әрбір пәнінің рөлі зор. Соның ішінде тарих пәнінің алатын орны ерекше деп атап өтуге болады. Осы ретте оқушыға халықтың қоғамдық өмірін, адам мүддесін таныту, оларға идеялық саяси, рухани адамгершілік, эстетикалық тәрбие беру, дүниеге көзқарасын, мінезін, жалпы мәдениетін қалыптастыру тарих пәнінің басты міндеті болып табылады. Көбінде балалар бұрын алған білімін өмірде қолдана алмайды. Талдау жасап, одан нәтиже шығаруды білмейді.
берген мәліметті жинақтай алмайды, сабақ мақсаттарын анықтап сол мақсатқа жетуді таба алмайды. Сабақ барысында оқушылардың аз сөйлеп өз ойын нақты жеткізе алмауы осының барлығы үлкен проблема болып отыр. Ал біз оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыра отырып, өзіміздің сабақтарымызда тиімді әдіс тәсілдерді пайдалана отырып, бұл жоғарыда аталған мәселелердің барлығын толығымен жоя аламыз. Яғни дарынды оқушының функционалдық сауаттылығы жоғары бола отырып, ол оқушы көптеген жетістіктерге жете алады. Бұны тек қана бір оқушы ғана емес, сонымен қатар сыныпта отырған барлық оқушының функционалдық сауаттылығын ашып, оны дамыта отырып, біз көптеген нәтижелерге жете аламыз. Олай болса, мен өзімнің сабақтарымда пайдаланатын функционалдық сауаттылықтың қалыптастыру әдіс тәсілдерімен бөлісейін. Бұл мән беріп оқыту технологиясы, диалогтық оқыту, сұрақ-жауап әдістері, ойын түрлері, бұлғын жүйесі, сатылай кешенді талдау технологиясы және сын тұрғысынан ойлау технологиясы. Олай болса, мен өзімнің сабақтарымда дебат технологиясын тиімді тәсіл ретінде пайдаланамын. Бұл оқушылардың функционалдық сауаттылығын ашуға бірден-бір үлкен жетістік деп қарастыруға болады. Бұл жерде оқушы өз бетімен жұмыс жасайды, бұл жерде мұғалім тек қана бақылаушы, бағалаушы ретінде қарастырамыз. Оқушылар жан-жағынан сын көзбен қарап орын алып жатқан құбылыстарға өзіндік баға береді. Айналасындағы адамдармен еркін қарым-қатынас орнатып, жалпы қоғам өміріне белсенді араласуға тырысады. Яғни оқушы ізденіс жүргізеді, өзіндік баға береді, айналамен еркін қарым-қатынас жасайды. Осы үш жетістікке оқушылар қол жеткізе отырып, дебат технологиясында өз позицияларын нақты қорғайды. Бұл оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытудың бірден-бір тиімді әдіс тәсілдерінің бірі деп ойластыруға болады. Сіздерде сұрақ туындауы мүмкін, дебат технологиясын пайдаланып уақытты үнемдеуге қарама-қайшы келеді. Жалпы дебат технологиясын пайдаланып қысқартылған форматты уақытты қысқартып қолданып, сіздер сынып ішінде бірнеше топтарға бөліп оқушыларға тақырыпты бере отырып, сол тақырыпты өз беттерімен анықтап, талқылап, жаңағы тақырыпты толығымен түсініп, оны одан әрі дамытуға үлкен септігін тигізеді. Келесі сын тұрғысынан ойлау технологиясына келіп тоқталғым келеді. Жалпы сын тұрғысынан ойлау технологиясын пайдалана отырып, көптеген тапсырмалар мен әдіс тәсілдерді қолдануға болады. Ол яғни топтастыру, кластер, Вен диаграммасы, Синквейн әдісі, свод талдау жүйесі, фишбаун әдістерін қарастыруға болады. Бұл тапсырмалар мен бұл әдіс тәсілдерді пайдалану қоғамдық гуманитарлық бағыттағы пәндер үшін өте тиімді. Себебі бұл жерде оқушы өз бетімен жұмыс жасайды, топтасып жұмыс жасайды, жеке жұмыс жасайды және де жұппен жұмыс жасайды. Сол арқылы оқушы мұғалімнің көмегінсіз тапсырманы орындап, түсініп тақырыпты, оны одан әрі пайдалануға мүмкіндік береді. Және де оқушы өз қолымен жасаған тапсырманы ол алдағы уақытта ұмытпайды және де оны өз өмірінде керекті бағытта қолдана алатын болады. Сын тұрғысынан ойлау технологиясы өз сабақтарын қолданып жүріп, сын тұрғысынан ойлау технологиясының мәні ол бұрын тыңдаушы болса, енді өзі ізденуші, ойлаушы, өз ойын дәлелдеуші, ал мұғалім осы әрекетте бағыттаушы болып есептеледі. Сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы жұмыс жасағанда оқушылар өз алдына сұраққа жауап іздеп, жан-жақты пікірлесіп, талдау жасап отырады. Оқушылар өз пікірін еркін сөйлеу арқылы айтуға, оңай жеткізуге, оны дәлелдей алуға, сонымен қатар қасындағы оқушылардың пікірін де тыңдауға, сол пікірлерді салыстыруға, қасындағы досын құрметпен қарауға, зер салып тыңдауға, топпен жұмыс істеуге жетелейді. Оқушылардың қызығушылығын оятады. Барлық ескі ақпаратты басшылыққа ала отырып, мол ақпараттар ағысынан өзіне қажеттісін таңдап алады. Мәселенің ең негізгі түйінін табуға дағдыланады. Сын тұрғысынан ойлап отырып, өзіндік белсенділік болуы, білімге құлшынысы, жаңалықты ашуға, ізденуге, қиындыққа төзуге үйренеді. Өз сабақтарымда функционалдық сауаттылықты арттыру мақсатында сабақты 3 кезеңге бөліп өткізуге болады деп айтып өткім келеді. Ол яғни бірінші кезең әр сабақта оқушының қызығушылығын ояту. Ол үшін мен ассоциация әдісімен пайдаланамын. Ол үшін дін негізгі тақырып ретінде алып қарастыратын болсақ, оған байланысты жаңағы сөздер, имандылық, рухани келісім, тұрақтылық, тәрбие, білік, тазалық деген секілді. Оқушының бұрынғы білетіні мен жаңа білімін ұштастырудан тұрады. Сондықтан да сабақта қарастырылған мәселелер жайлы оқушы не біледі, не айта алатындығын анықтай басталады. Бұнда ой қозғау, ояту арқылы әсер ету жүзеге асады. Қызығушылықты ояту кезінің екінші мақсаты оқушының белсенділігін, ынта-жігерін арттыру. Оқушы өз білетінін еске түсіреді, қағазға жазады, жырмен, тобымен талқылайды. Яғни бұл бірінші кезең арқылы сабағымызды бастап алатын болсақ, екінші кезеңде мағынаны тану, белгілі бір тақырыпқа, мәтінге, сызба нұсқаға, немесе картинаға
сәйкес оқушы тақырыппен танысады. Иә, осы тұста мен институт стратегиясын пайдаланамын. Бұл кезеңде оқушы жаңа ақпаратпен танысады, тақырып бойынша жұмыс істейді, тапсырмаларды орындайды. Яғни білемін, білмеймін, мен үшін жаңалық, мені таң қалдырды деген белгілерді қоя отырып, өзінің білім деңгейін бағалап және де тапсырма орындау барысында жетістіктерін бағалап отырады. Өз бетінше жұмыс жасайды оқушы, белсенділік көрсетуіне жағдай жасалады, оқушылардың тақырып бойынша жұмыс жасауға көмектесетін оқу стратегиясы болып есептеледі. Мысалға, оқушы сақтар тарихы тақырыбымен танысу барысында осы стратегияны пайдаланатын болсақ, ол оқушылар сақтар дегеніміз кім, қай жерде мекендеген, қалай өмір сүрген деген туралы белгілейді. Білмейтін жеріне ол оқушылар сақтардың қандай тайпаларға бөлініп, Қазақстанның қай аймақтарында өмір сүргендігі туралы білмеуі мүмкін. Келесі, мен үшін жаңалық, оқушыларға жаңалық, мысалға сақ тайпаларының өмірінде алтын әшекей бұйымдар, алтын адам деген секілді жаңалықтар енгізу, және де мені таң қалдырғаны оқушыларға таң қалдыруы мүмкін. Яғни сақ патшайымы Томиристің, Заринаның ерліктері деген секілді жалпылама бағыттағы жұмыстарды алып қарастыруға болады. Яғни оқушы жаңа мағынаны тақырыппен танысып, мағынаны танып алғаннан кейін бізде үшінші кезең жүзеге асырылады. Ол ой толғаныс. Бұл кезеңде оқушыларға тарихи диктант, вен диаграммасы, даталар сөйлеу, тағы басқа осы сияқты стратегиялар әр сабақтың ерекшеліктеріне қарай лайықты қолданылатын болады. Оқушылар бұл әдіс тәсілдерді, бұл тапсырмаларды орындай отырып, жаңағы алған білімдерін шыңдайды, жетілдіреді. Осы арқылы оқушылардың өз бетімен жұмысы жүзеге асырылып, оқушылардың функционалдық сауаттылығы дамиды. Ал функционалдық сауаттылығы дамыған оқушы міндетті түрде дарынды оқушы қатарына жатқызуға болады. Себебі дарынды оқушы кез келген ситуациядан оңтайлы шығып, өзіне жаңа берілген тапсырманы және де жүктелген жұмыстарды тиімді пайдаланып орындай алады. Жалпы менің функционалдық сауаттылық туралы қолданып жүрген әдіс тәсілдерім туралы айтқым келгені осы. Сөздің соңында тұлғаның бейімділігін, қажеттілігін қанағаттандыру, қызығушылығын, қабілетінің дамуын ескере отырып, функционалдық сауаттылығына қол жеткізуді қамтамасыз етіп, жан-жақты дамыған, мектепте алған білімін өмір бойы пайдаланатын тұлға өсіру білім беру мамандарына жүктелген үлкен міндет деп түсінгеніміз жөн. Яғни оқушының функционалдық сауаттылығын ашу мен арттыру қазіргі таңда мұғалімдердің басты бағыты болып есептелуде. Назарларыңызға рахмет. Осымен сөзімді аяқтаймын.